Халық орманы экологиялық жобасы аясында Ақмола облысында миллионыншы көшет егілді. Бұл Тимур Құлыбаевтың халық қайырымдылық қоры былтыр ғана қолға алған жоба. Елдегі орман қорын қалыпқа келтіруге бағытталған жұмысқа студенттер мен банк қызметкерлері қолғабыс етіп, өзге компания өкілдері демеушілік көрсетті. Бастамашылар алдағы 5 жылда өңірлерде 9 миллион түп көшет егуді көздейді. Аршалы ауданының 2 гектар жерінде бірнеше жылдан кейін қарақат ағашы жайқалып тұрады. Халық орманы жобасы аясында 400-ге жуық адам осы өсімдік көшетін егуге жұмылды. Былтыр басталған әлеуметтік экологиялық жұмыстың арқасында елдің 3 өңірінде, яғни Семей орманы табиғи резерваты мен Іле Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркін қосқанда 240 гектар аумаққа 800 мыңнан аса көшет егілген. Ал биылғы көктемгі маусым қорытындысында бұл көрсеткіш 1 миллионнан асты. Бұл жоба аясында тек қана біз ол ағаш отырғызбай, соның ішінде технологиялық көмек, яғни біз Семей орманы және де Іле Алатау және Жасыл аймақ ұлттық парктерінде технологиялық көмек береміз. Ол көмек аясында біздерін тек қана оны ақшалай ғана емес, соның ішінде оқу сияқты және де әдістемелік көмек сияқты барынша қамтып береміз. Орман егу бойынша Қазақстандағы ең ірі әлеуметтік жоба танылған халық орманы ауқымда әлдеқайда кеңейтті. Биыл Астана IT университет студенттері, халық банк қызметкерлері де жұмысқа атсалысты. Ал Флайарстан әуе компаниясы 50 гектар жерге 175 мың көшет егу арқылы бастамаға демеушілік көрсетті. Еуробак еуропалық бизнес қауымдастығы да экологиялық қозғалыстың қатарын толықтырды. Бірінші миллионшы ағашты отырғызу бақыты бұйырып тұр. Сөзсіз бұл біз үшін үлкен тарихи сәт, есте қаларлықтай. Жалпы бұл мүмкіндік бізге халық орманы жобасы аясында беріліп жатыр. Осы жасылдандыру, көгалдандыру деген менің ойымша әрбір қазақстандықтың өте бір маңызды өмірдегі парызы. Бұл бастама орман экожүйесін қалпына келтірумен ғана шектелмейді. Қоғамда экологиялық мәдениетті орнықтырып, жастарды тұрақты даму мәселесіне бейжай қарамауға үндейді. Жоба ұзақ мерзімді мақсатқа бағытталған. Алдағы 5 жылда аймақтарда 9 миллион түп көшет егіледі. Қымбат Дайырқызы, Ерлан Сарманов, Атамекен бизнес.